Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді әрі тез дайындалатын панкейки дайындаймыз. Бос ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып, венчикпен араластырып аламыз. Бір келкі масса болғаннан кейін ерітілген сары майымызды қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Одан кейін ұн мен разрыхлительді бірге қосамыз да жарты сместі ғана салатын боламыз. Одан кейін жақсылап араласқаннан кейін жарты сүтімізді ғана қосатын боламыз. Ұнды бір келкі болғанша араластырамыз. Қалған сухой смесімізді салып, бір келкі болғанша араластырып, одан кейін қалған сүтімізді қосатын боламыз. Венчигімізден бір келкі әдемі осындай аппақ масса шыққанша араластырамыз. Осындай масса шығады бізде. Сковородкамызды сұйық маймен жағып аламыз да бір ас қасық осындай массадан құйып отырамыз. Бұл жерде маңыздысы біздің сковородкамыз қатты қызып тұрған болу қажет, ал пісіргенде орташа отта пісіретін боламыз. Осылай үсті тесік болған кезде екінші жағына аударатын боламыз. Отты орташа температурада қойып пісіресіздер, қатты күйіп кетуі мүмкін, сол жағын қадағалап отырасыздар. Тестамызды өстіп домалақтап пісіре береміз. Менде 25 штук панкейки дайын болды осы рецептпен. Екі жағы осылай әдемі болып пісетін болады. Қалағаныңызша бұл жерге ванильный сахар, басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады өздеріңізге ыңғайлы ретінде. Немесе тестамыз дайын болғаннан кейін езіп, ішіне фрукты, пюре, неше түрлі ягодының пюресін қосып жіберсеңіздер болады, өте дәмді болады. Мен осылай екі жағын қызартып, мен панкейктерін дайындап алдым. Панкейктеріміз дайын болды. Үстіне мед қоссаңыздар да, шоколад қоссаңыздар да өздеріңіз еркілеріңіз. Барлықтарыңызға ас болсын, істеп көріңіздер. Өте тез әрі өте дәмді панкейктердің рецептісі. Барлықтарыңызға рахмет, кездескенше.